Қайырлы күн, сіздермен бірге Фариза. Бүгін 5 минутта дайын болатын тіске басарды дайындаймыз. Жұмыстан келіп, немесе қарныңыз ашып тұрғанда тез де дайын болады. Ең алдымен чеснокты майдалап турап аламыз. Көп адамдар чеснокқа жоламайды, аузым сасиды, ыңғайсыз деп. Қыздар міндетті түрде чесноктың пайдасын оқып алыңыздар, сосын тамақта күнде жейтін боласыздар. Салат не лист, кетчуп, майонезді жақсылап араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын. Мен өзім күнде кешкі асқа міндетті түрде жоқ дегенде бір басын жеп аламын. Үйдегілерге де соны ұсынамын. Ең басты ол паразиттерге қарсы. Сонымен қайнаған жұмыртқамызды үлкен-үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Магазиннен осындай батон нанды қолдансаңыз болады, немесе қара нанды істетсеңіз де болады. Кесіп алып, жайып шығатын боламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар, күнделікті рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Өзім күнделікті жұмысқа барып келсем де, рецепт түсіру бұл менің хоббиім, және де күнде осындай тамақтарды рецепт түсіріп отырамын. Өзіме қызық. Соусымызды жақсылап нанның бетіне жағып шығатын боламыз. Жалпы айтқанда, әйел адамдарға тамақ пісіру проблема емес, бірақ қандай тамақ жасаймын деген ол проблема. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп алыңыз. Міндетті түрде, егер рецепттерім ұнайтын болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Жұмыртқамызды қойып шығамыз, одан кейін консервадағы балығымызды қойсақ өте жақсы. Немесе селедканы қойсаңыздар да болады. Біздің үйде консервадағы балықты ешкім жемейді екен, өзім ғана жедім, шынымды айтсам. Қызанақты қойып жіберсеңіздер де болады. Сіздермен бірге Фариза, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, маған мотивация